Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы «Мен қашықтықтан қалай оқимын» деп аталады. Қашықтықтан қалай оқу жөнінде оқушыға арналған жадынама. Қашықтықтан оқыту технологиясы. Қашықтықтан оқуда бізге ең жақын көмекші теледидар, смартфон, планшет, компьютер болып келеді. Қашықтықтан оқу дегеніміз, мұғалім мен оқушы арасында қандайда қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуі мен өтілетін оқытудың формасы. Яғни, интернет желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқу. Онлайн режимдегі оқу дегеніміз, интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. Қашықтықтан оқу мақсатымыз коронавирус деген індеттен өзімізді қорғау. Коронавирустың алдын алу шаралары: қолдарыңызды үнемі сабынмен жуыңыз және құрамында спирті бар заттармен өңдеңіз. Не үшін? Егер қолдарыңызда вирус болса, бұл оны өлтіреді. Қоғамдық орындарда түшкіріп немесе жөтеліп жүрген адамдардан минимум 1 метр арақашықтықты сақтаңыз. Не үшін? COVID-2019 респираторлы жұқпамен ауыратын адам жөтелгенде немесе түшкіргенде вирус бар майды тамшыларды айналасына таратады. Егер сіз науқас адамның жанында болсаңыз, онда вирусты сол ауаны жұту арқылы жұқтыруыңыз мүмкін. Қолдарыңыз бен көздеріңізді, мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз. Не үшін? Біз көптеген заттардың бетін қолдарымызбен ұстаймыз. Онда вирус болуы әбден мүмкін. Дене қызуыңыз жоғары, жөтел және тыныс алудың нашарлауы болса, бірден медициналық көмек сұрап дәрігерге қаралыңыз. Не үшін? Аталған белгілер респираторлы жұқпаның, соның ішінде COVID-2019 вирусының әсерінен туындауы мүмкін. Ол сіздің соңғы және кіммен қарым-қатынаста болғаныңызға байланысты. Өзімді қорғау үшін маска тағуым керек пе? Медициналық масканы кию кейбір респираторлық аурулардың таралуын шектеуге мүмкіндік береді. Бірақ оның өзі жұқпаға кепілді бөгет бола алмайды. Масканы киюді басқа да алдын алу шаралары мен үйлестіру қажет. Яғни, қол және тыныс алу мүшелерінің гигиенасы, өзара және басқа да адамдармен 1 метрден кем емес ара қашықтықты сақтай отырып, тығыз қарым-қатынастан алшақ болу керек. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Төтенше жағдайды енгізудің мақсаты: төтенше жағдайды енгізуге себеп болған мән-жайларды жою, адам мен азаматтық қауіпсіздігін, құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын қорғауды қамтамасыз ету төтенше жағдайды енгізудің мақсаты болып табылады. Солардан мысал, суға шомылу кезінде белгіленген жерден әрі қарай жүзіп кетпеңіз. Су қоймаларының тыйым салынған тұсына түспеңіз. Жүзіп бара жатқан су көліктеріне жақындамаңыз. Суға көпірден, бөгеттен, жағадағы айлақтан секірмеңіз. Тереңдігін білмейтін жерлерге сүңгімеңіз.
жалған сигнал бермеңіз. Айналаңыздағы адамдарды жалған ақпаратпен шошытпаңыз. Құрметті оқушылар, елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алуды бізбен бірге болыңдар.